Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз дастарханымызда тұратын жаңа жылдық оливье салатын жасайтын боламыз. Бізге сәбіз, жұмыртқа, картошка керек болады. Одан соң тұзымызды салып, пісіріп аламыз. Міне барлығы дайын. Ең бірінші етімізден бастап турап алатын боламыз. Әрине, ет болмаған жағдайда шұжық қосып жасасаңыздар болады. Содан соң ыдысымызға саламыз. Екінші кезекте сәбізімізді 4 бұрыштап турап алатын боламыз. Картошкамызды дәл солай, яғни 4 бұрыштап тураймыз. Міне, енді жұмыртқамызды да дәл солай турап алатын боламыз. Келесі кезекте тұздалған қиярымыз. Бұл біздің жазда басқан тұздалған қиярларымыз. Қиярларымыздан 4 бұрыштап турап алатын боламыз. Содан соң ыдысымызға саламыз. Бәрі дайын. Енді шым-шым тұзымызбен жасыл бұршағымызды қосып араластырамыз. Тағы да майонезімізді қосып араластырып жібереміз. Міне менің сүйікті салаттарымның бірі оливье салаты дайын. Енді өздеріңіздің қалаған, ұнаған ыдыстарыңызға салып алатын боламыз. Бізге осы ыдыс ұнады. Осы ыдысқа салдық. Міне, сәніне қарай 2023 деп жазсаңыздар болады, яғни жасыл бұршақты пайдаланып әдемі қылсаңыздар болады. Біз 2023 жылда қарсы алу мақсатында осылай сәндеген болатынбыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын, сәттілік!